Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сәбіз ча салатын жасалу жолын көрсетемін. Бұны басқаша кәрісше сәбіз салаты деп те атайды. Видеоның соңына дейін қарап шығыңыз. Бұл салатқа балғын сәбіздер таңдалып алынады және сыртын тазалап ашып жуамызда. Дәл осындай салатқа арналған үккіштен ұзына бойы өткізетін боламыз. Үккіштің үстіне осылай сәбізді ұзына бойы жатқызып өткізетін боламыз. Сонда сәбізіміз ұзын болып өтеді. Енді дәмдеуіштерін салатын боламыз. Бұған мен 2 түрлі тұзды пайдаландым. Қарапайым ас тұзы мен Қытай тұзы, яғни кристаллик деп те атайды. Соны барлық жеріне осылай сеуіп шығамыз. Одан кейін құмшекерімізді себеміз. Одан кейін ұнтақталған кориандр қосамыз. Бұл бірақ міндетті емес. Және де 70% сірке суды осылай тамшылатып үстіне құйып шығамыз да, барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Қолмен де араластыруға болады. Араластыру барысында қысудың қажеті жоқ, өйткені тұздың өзі осы сәбіздің сөлін бөліп шығаратын болады. Енді үккіштен өткізілген сарымсағымызды саламыз және де паприка салатын боламыз. Ең соңынан қызыл ащы бұрышты қосамыз және қайнап тұрған ыстық майды осы дәмдеуіштердің үстіне құямыз және барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Қолмен бірден араластыруға болмайды, өйткені өте ыстық болғандықтан қолыңыз күйіп қалуы мүмкін. Сондықтан шанышқымен немесе қолғап киіп араластыруға да болады. Жақсылап араластырғаннан кейін бетін жауып 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Салат өте дәмді болып шығады. Дүкендегіден артық болмаса кем емес. Үйден табиғи жолмен осылай жасап алуға болады. Егер видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын.